Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен қазақ елі арнасы. Қазірде сізді мазалайтын ең маңызды сұрақ. Елімізге қытайлардың ағыла келуі. Өз жерінде балаларына қазақтың жетісуы біздікі. Ресей империясы кезінде келісімге келу барысында айырылып қалғанбыз деп үйретуі. Осы арқылы жетісуды өздеріне алғылары келуі. Тіпті карталарында жетісуды қосып шығару. Ол жіпсі көз қытайлардың арам ойлары жетісу біздікі дейтіндей жетісуда бұрын Қытай тұрып па еді? Ол 18 ғасырдағы соғыста алтын емелге дейін келіп қазақ жасақтарынан жеңіліп, шегінулерінен кейін жетісу біздікі, әскер аяғымыз тиген дейді. Олай болса ата-бабаларымыз Қытай қорғанына дейін жетіп, астырып Қытайды қуып тастады емес пе? Бабаларымыздан қашып бара жатып қорғану үшін ұлы Қытай қорғанын салған еді. Онда сол ұлы Қытай қорғанына дейінгі жер біздікі. Олай көп алмай-ақ қояйық. Онда Шығыс Түркістанның өзі біздікі екені өтірік пе? Ол жерде тіпті 2 миллион халқымыз бар емес пе? Олар оны біле тұра енді жетісуға көздерін салды. Баяғы күлтегін бабамыз айтты емес пе? Табғаш, яғни Қытай, деп біздің ата жауымыз деп. Сол кезде түрік қағанатына бектеріне алауыздық салып, шығыс және батыс етіп екіге бөлуіне тікелей себепкер етті емес пе? Одан кейін қазақ хандығы жылдарында жоңғарды бізге айдап салып, бізді құртуға жол ашпақ болды. Яғни екі елді соғыстырып, бірі жеңіліп, бірі қалады. Сонда соны жеңу қиын болмас деп. Ақыры сол соғыста жоңғар жеңілді. Жоңғарияға әскерін кіргізіп, жоңғарды әлем сахнасынан жоқ қылды. Олар сонау заманнан бері біздің қазақтың ата жауы. Одан қалса шұбырған халқы бар. Әскері көп, қаруы мықты болғанымен, әлемді саяси тұрғыдан құлатуда. Қарыз беру арқылы қайтара алмағандықтан Тәжікстанның тауын алды мәңгілікке. Біз осы Қытайдан құтылу үшін саясаттан жеңуіміз қажет ағайын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға жазылыңыздар. Мәтінді оқыған және авторы Қанаш Ернұр.